сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. Тыңдағанда көңілдің өсері бар деп Абай атамыз айтқандай, қазақтың әдемі әндері қандай еді. Дүлдүл ақын Ілияс Жансүгіровтің күйші поэмасында және халық композиторы Әсет Найманбайұлының Інжу Маржан әнінде айтылатын: шырқатып, шығандатып, шалықтатып, шапшытып, тіпті талдырып, талықсытып, тамылжытады. Olған қолым жетпей жүр, ентелетіп күз алдында елес боп тұрасың Атақты үнді қайраткері Рабиндранат Тагор кез келген халық адамзат рухына қосқан үлесімен бағаланады деген екен. Демек, қазақ ұлтының адамзат руханиятына қосқан үлесі, әні, күйі және аса бай фольклорлық мұрасы. Марқұм этнограф ғалым Ақселеу Сейденбектің пайымына жүгінсек, қазақ халқының қазынасы әні мен сөз өнерінде. Біз әлемге мақтансақ, музыкамен мақталанамыз. Себебі оның жанрлық тектілігі, байырғылығы, саздығыны ешқандай жұртқа кездеспеген екен. Ежелгі Рим тарихшылары түркілер қағандарын күй шертіп оятады деп жазса, Қытай жазбаларында түркінің оркестрін әкеліп хан сарайында ойнаттық дейді. Ал Плутарх сақтың әскерлері садақтың адырнасын шертіп отырып, ән салады деп баяндаған екен. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар. Үннің тәтті оралған мән оятар. Кей зауық, кей мұң, дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар деп бекер айтқан жоқ. Қазіргі таңда ғибрат ән музыкалар кәдімгідей сұранысқа ие. Тіпті мәдени өлшемнің биік деңгейі ретінде бағалануда. Халыққа мәнсіз, мағынасыз музыканы күндіз түні тыңдатыңдар, сонда олар саналы ойлаудан қалып санасыз тобырға айналады деп мүмкін солай айтып жатқан шығар. Мәселе қайда жатыр достар? Абай атамызда құр айғай бақырған құлаққа ән бекен, өнерсіз шатылған кісіге сән бекен деп бекер күңіренген жоқ. Сол себепті достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі әндер мағыналы ма, мәнді ме, және сіздерге ой сала ма? Әлде тек қана даңғыраған музыка тыңдайсыздар ма? Осы жөнінде көп ойланыңыздар және өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің комментарийге қалдырып кетіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды. Достар, өте керемет сөздер айтылған екен. Абай атамыз айтқандай, біздің қандай ән тыңдайтынымыз өзімізге байланысты екен. Сол себепті ән тыңдағанда да достар, қандай ән тыңдау керек? Сол жайында ойланыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар, біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді, сауалдарыңызды жазып қалдырсаңыздар болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен болған мен Марал Асхатқызы.